Білімді. Білімді не істеді сонда білімді болатындай? 2 банк, 3 банк істеді ма, не істеді? Қойған тапсырманы уақытында орындай алады. Және орындай алмаса, шешімі қай жақта екенін айта алады. Не орындай алмай жүр білімді болса? Білімді болса орындай керек қой. Уақыт қысқа беріледі ғой бізде. Қанша бересіздер сонда? 2 сағат. Сонда ана жанашырлықпен бір күн уақыт беру деген жоқ па? Біз бергенмен, Осы біз банкқа барса ертең кел дейсіздер ғой. өйткені солай істемесек, онда сізге 5 күннен кейін кел деп айтамыз да. Жақсы, бір күнмен қайта берейік құрсын. 5 күн, бір күн әзілдеп жатырмын. Мен мысалы кредитім жоқ. Құдайға шүкір. Сіздің кредитіңіз бар ма? Әрине. Қанша төлейсіз айына? 600 мың. 600 мың төлейсіз ба? Айлық қанша сонда? 650 мың. Бір андай ақ көңіл адам екен, бәрін андай. Бәрін андай. Мұнтаздай қылып айтып жатыр. Арам ойы жоқ. Тырналар әні бұны... Көке қайда тырна? Жалпы тырна, аққу, бүркіт ішінде қарлығаш бәрі бар. Не дейді оны? Құстар. Құстар әні. Ол әнді мен бала кезімде әке-шешем маевка дейді ғой. Сол кезде солардың айтқаны жаңағы музыка. Маевка қайқа барды әке-шешеңіз? Білмеймін қазір, далада жүретін әйтерсіз. Айтып отырмын, бәрін айтып береді. Мына кісіден бар ғой, бір 20 минут тұрасақ, бәрін біліп алайтын сияқтымыз. Әнді айтаңыз мақұл. Бәрібір. 5 плюс 7, 11 или 11? 11. 11. Бәке, 5 плюс 7, 12 екен ғой, оказывается. Бір сұрақ қояйын. Оңай, қиын қандай? Бәрібір. Күйеуіңіздің аты кім негізі? Елнар. Дұрыс! Так. Сізге бір сұрақ. Оңай, қиын қандай сұрақ? Жаңа ғана сіздің алдыңызда бір әдем бір қыз, әдем бір ән айтты. Ләйлім деген. Сонымен сұрақ, Ләйлімнің күйеуінің аты кім? Ринат беді. Өзі айтты ғой. Кім? Ринат деді, о деймін. Елнұр тойда мұқият отырды.